Қозы көріппеш, баян сұлу күні деп жатыр ғой. О заманның қозысы қандай еді деймін да, ой, баяны қандай еді. Көз алдыңа қыпша деді, шашы ұзын. Ана қозы дегенде бір ойбай, бір жігіт елестейді ғой көз алдыңа. Қазіргі біздің қозыларымыздың түрін қарасаң, ойбой, тәріс пә дейсің, шаш өскен жалаң-жалаң етіп. Сүмең-сүмең еткен көйлектерді киген бұлайшы. Қыздарымыз анау солың-солың еткендерді киген бұлай. Қайсы қозы, қайсы баян екен білмейсің. Нағып қарайсың маған, рас айтамын. Рас. Төлеген қандай еді, Қызбек қандай еді. Ойбой. Какай дегенде прям бар ғой, үзіліп кетіп, баян болып кеткің келетін ғой. Қазіргілерді қара, сендерден махаббат символ шықпайды. Махаббат болмайтын шығар мен 12 жас. Шықпайды сендерде. Жо, рас қой, Айша бибі қандай еді. Қараханға келе жатқан жерінде, анау жақта біз жақташы. Бабаджа хатун бір қасында. Жаңағы сәукелесін жерге қойып, қыз ғой, шомылып, басына сәукелесін киген кезде жан шағып алған ғой. Оған қандай кесене қойдық, тұлға қып, қас сұлу. Қараханға келе жатқанда қайтыс болған қыз деп. Қазір бір жігітке кетіп барады, бір қызымыз бір бәле болып қалса, ол да жылда. Сорлы жігіттен нең бар еді деп өлтіреміз ғой біз. Нең бар еді, қаңғып жігіттің артында нең бар еді? Қаяқтан тұлға жасаймыз біз оны, ойбай-ау. О заманда бұл заман ана байғұс жігітке барам деп кетіп баратқан жерінде жылан шағып өлтірді деп. Астарлы ақиқат, дау-дамай бәрін шақырып. Ит те қылатын едік қой. Біз тұлға жасай алмай отырмыз ғой, бізде тұлға жоқтар. Махаббаттың символы кім дегенде баян мен түстеннен басқа ешкім есіңе түспейді.